Сәлеметсіздер ме балалар? 73-ші сабақ Ө дыбысымен әрпін өтетін боламыз. Ең алдымен каналға тіркелуді ұмытпа. Ө әрпі бізде дауысты дыбыс. Дауысты дыбысты біз созып айтамыз. Қане бірге қайталайық. Ө. Жақсы балалар. Келесі суретке назар аударайық. Суретте айым ою өрнек тігіп отыр екен. Бұл жерде ою өрнек сөзінде Ө әрпі өрнек деген сөзді кездестіре. Жақсы балалар, Ө әрпін жіптен жасап көріңдер. Егер үйде болсаңдар, үйде жіптен жасап көріңдер балалар. Жандағы суретке назар аударайық. Суретте не берілген? Өрнек берілген екен. Өрнек сөзін буынға бөлейікші. Өрнек. Өрнек сөзі екі буынды сөз екен. Жақсы балалар, ары қарай төменде бізге сөздер берілген екен. Ө әрпі сөздің басында, сөздің ортасында кездеседі екен, балалар. Бірге оқимыз. Өнер, өнерлі, өлең, өзен, бөрік, көрік, өрнек, өрмек. Міне балалар, осы сөздерді өздерің буынға бөліп тағы оқыңдар. Келесі бізге мәтін берілді. Өнерлі балалар. Қанат қамшы өрді. Таңат өлеңді мәнерлеп оқыды. Өмірбек күй шертті. Әсем қағазға өрнек салды. Олар өнерлі балалар. Сонымен бұл жерде Ө әрпі кездесіп тұрған сөздер өлең, өмірбек, өрнек және өнерлі деген сөздерде Ө әрпі кездесіп тұр екен балалар. Жақсы, келесі соңғы тапсырмамызға назар аударайық. Бізде қандай жануарлар берілген? Бірінші, бота. Бұл түйенің баласы. Келесі, бұзау. Бұзау сиырдың баласы. Келесі, құлын. Құлын жылқының баласы. Келесі, қозы қойдың және лақ ешкінің баласы екен. Сонымен бұлар барлығы нелер екен балалар? Бұлар төлдер деп аталады екен. Яғни төлдер жануарлардың балаларын төлдер дейді екенбіз балалар.